алыс айту мейрамы туралы айтқан кезде бірінші ассоциациялар ол көктемнің бірінші күні. Қалай айтсақ, ол Наурыздың бірі болғаннан кейін күн жыли бастайды, ағаштар жасыл болып өсе бастайды. Соның барлығының арқасында тек қана жылы сезімдер ғана ассоциацияланады. Бірінші Наурыз бұл ең алдымен көктемнің алғашқы күні, жаңа тыныс тіршіліктің бастамасы. Және де бұл ең алдымен Қазақстан халықтарының тарихын еске түсіріп, құрметтеу күні және бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген мейірімділігі, махаббатының жарқын мейрамы деп білемін. Это подразумевает собой пробуждение, возрождение, какие-то возможности исполнения своих мечтаний, реализация возможностей. Позитив – это оптимизм, это добро и это коллектив. Всем привет, меня зовут Тимур, мне 18 лет, я азербайджанец. Бәріне сәлем, мен Шалдарбек Азамат, 17 жастамын. Бірінші курста химия биология мұғаліміне оқимын. Менің ұлтым өзбек. Меня зовут Самойлова Полина. Ұлтым Иран. Меня зовут Заур, я азербайджанец. Брат здесь учился, так как родители здесь работали, они посоветовали моему брату этот университет. Я когда жил в Азербайджане, мы с ним связывались по видеозвонку, мне показывал универ, рассказывал про него, что здесь очень высокий уровень образования, хорошие учителя, вообще люди довольно лояльно относятся к нашей национальности, довольно дружески. И поэтому я для себя принял решение, что поступлю в этот универ. Мен Өскемен қаласына досымның кеңесі бойынша келдім. Оның сөздері бойынша бұл қала жаз кезінде өте керемет жасыл болады, әдемі қала ретінде айтты. Және бұл Аманжолов университетінің бұрында өзі оқыған таныстары болғаннан кейін осы жаққа түсіп оқуыма кеңес берді. Мен осы Қазақстанда туылғалы бері осы Қазақстандан, менің отбасым осы Қазақстандан бұрыннан бері тұрып келе жатыр, тәуелсіздік жылдарынан бері. Менің ата әжелерімнің айтуы бойынша 1938 жылы Иран және Азербайджан шекарасында орналасқан Ардабиль деген қаладан осы жерге қоныс аударылған болатын. Және өте қиын кезең болды. Адамдар өзінің үйін, жерін тастап кетуге мәжбүр болды. Көбі бұл жағдайға шыдамай қаза тапты. Аман қалғандары осы Қазақстан жеріне келіп, қазақ халқы оларда құшағын жайып бауырына басты. Изначально у меня работала здесь мама, она работала спортивным врачом. К ней ходило много студентов, тех, кто только поступил, и тех, кто уже длительное время учились. Они ей порекомендовали этот университет. И я вот уже 3 года нахожусь в Казахстане. И ни разу не было у меня такого, что я бы захотел куда-то перевестись. Вообще, я сама родилась на территории Республики Казахстан, как, впрочем, вся моя семья, то есть родители, бабушки, дедушки. Но если разобраться, так вспомнить, какие народы вообще входят в мой род, в род моей семьи, то с маминой стороны, как минимум, представители 5 национальностей — это русские, украинцы, поляки, латыши и чеченцы. Вообще до того, как приехать в Казахстан, я не знал такого праздника, как 1 марта. Но когда я сюда приехал, многие мои друзья мне просто позвонили, меня пригласили, были очень ко мне добры. Они мне сказали: ты должен попробовать казы, должен попробовать бешбармах. Я первый раз за всю свою жизнь попробовал конину именно в Усть-Каменогорске. Это было очень вкусно, я даже не ожидал, что мне настолько понравится. Алыс айту күні кезінде тек қана отбасымен жиналып қана қоймай, біз оңтүстіктен болғаннан кейін көршілерімізбен де жақсы араласамыз. Көршілерімізге барып, оларға алғыс айтып, сондай жақсы көрші болғанда олардан я кешкі ас, я болмаса түскі асымызды ішіп әңгімелесіп қайтатын салт дәстүрлеріміз де бар. Қазақстанда негізінен 130-дан артық мемлекет, ұлт өкілдері бар. Бірге 1 наурызды күшті қарсы аламыз.
той тойлап, бір-біріміздің үйлерімізге барып, қонаққа барып дегендей. Менің отбасымда бұл күн міндетті түрде қарсы алынады. Ата әжем оны өз бақылауына алады, және менің отбасым көп ұлтты. Бізде қазақ келініміз бар, Әлия Диншем, түрік келініміз және Азербайджан келініміз бар. Және дастарханға міндетті түрде осы 4 ұлттың ұлттық тағамдары дайындалады. Ол ләвәнги, күфтә, бозбаш, пахлава, қазы, бауырсақ. С семьей мы стараемся по возможности праздновать 1 марта. То есть мы либо собираемся в кругу семьи за столом, либо выезжаем куда-нибудь на природу. Там вспоминаем своих предков, кто чем занимался, чтобы поддерживать знания о своем роде. Ну, за 3 года у меня очень много друзей появилось, и меня уже не раз звали. Получается, к себе домой звали, угощали национальной кухней, бешбармахом, козы и пловом. Чувствуешь вот эту межнациональную культуру, и что все друг с другом очень хорошо контактируют. И никаких ссор и перепалок не происходит. Отношение было очень доброе, вообще никаких минусов не могу я вам сказать. Негізінен менің өзбек достарыма қарағанда қазақ достарым көп. Сол үшін мен қазақты өзім санаймын, еркін сөйлей аламын. Қазақстан көп ұлтты, бірлігі жарасқан мемлекет. Мы когда приходили к друзьям нашей семьи, они по национальности казахи, они нам накрыли такой шикарный дастархан, и мы чувствовали себя их членами семьи. То есть не было такого ощущения, что мы здесь чужие. Все было так хорошо, прям комфортно, уютно. Çok sağ ol Қазақстан, мен çok шадым жарымшам өлкеге, çok sağ olun. Мен Аманжолов университетіне жақсы білім берген үшін, толыққанды қамтамасыздандырған үшін, және де универден бос уақытымызда активистік жұмыстармен қызықтыра білген үшін алғысымды білдіремін. Бізді тек қана сабақтан бөлек басқа да жан-жақты дамыған болашақ мамандар ретінде қалыптасуымызға көмектесіне үлкен алғыс айтамын. Рахмет айтамын Қазақстан ва Аманжолов университеті. Мен милләти ходамра дустурам ва би анха ихтирам мигузарам. Я благодарна Казахстану и народу Казахстана за то, что, несмотря что мы все такие разные, мы сохраняем дружбу между нами, толерантны, едины, приходим друг другу на помощь, когда это надо, и когда не надо. Мы можем к любому человеку обратиться, и никто не откажет. И я этим горжусь. Я горжусь, что я здесь родилась. Çok sağ ol Қазақстан, мен шадам gelmeye.